Selam kızlar, dәл осындай керемет болып шығатын қызылша салатын жасаймыз. 4 дана қызылшамызды жақсылап жуып, ыдысымызға су толтырып, газге қоямыз. Пісіріп аламыз қыздар оны. Мінекей, піскен қызылшамыздың сыртын ашып, міне алмамыздың да сыртын ашамыз. Грек жаңғағы, майонез қажет қыздар, болды. Дәл осы заттармен керемет салат болып шығады. Мінекей қызылшамызды кубик тәріздес етіп, ұсақтап турап аламыз. Қараңыздар қыздар. Дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Барлығын ыдысқа салып, енді қыздар, алмамызды да дәл осылай етіп, кубик тәріздес етіп турап аламыз. Мінекей. Төрт дана қызылша, 4 дана алма қолдандық қыздар. Витаминге бай, өте керемет салат болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне қыздар, барлығын ыдысқа салып, енді грек жаңғағымызды ұсақтап турап аламыз. Қыздар, барлығын бір ыдысқа салып, мінекей, енді үстінен бір шай қасық тұз саламыз. Сосын 120 грамм майонез саламыз. Қараңыздар қыздар. Майонезімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей, барлығы біріккенше араластырып аламыз қыздар. Міне қараңыздар, дәл осылай болу керек қыздар. Міне қыздар, күшті керемет салатымыз дайын, жасап көріңіздер. Бұл өте витаминге бай, денсаулығымызға пайдалы салаттардың бірі. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бұдан да күшті рецепттер шығады қыздар.